Сәлеметсіздер ме құрметті оқырмандарым, маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Жұлдыз аққан түн. Алматы арман қала. Алыстағы ауылда туып өскен ауыл баласына солай көрінері рас. Мектепті бітіріп қалаға асыққан бала талай түндерде Алматы көшелерін аралап, кафесіне барып қиялында, түнгі клубтарда небір әдемі қыздармен билеп, бұрқақтататын қасында суретке түсіп тастаған. Бірақ барлығы ондай болмай шықты. Міне, Алматыда жүргеніне 1 жылдан асты. Қалтасы қалыңдарға жылы шығар, қалтасы бос, пәтер жағалап жүргендер үшін суық, қымбат, тас қалада екен. Ақшаң болмаса далада қаласың. Жылдың соңы, пәтер ақысын төлейтін уақытта жақындап қалды. Түнгі жұмысқа барып жүрген Жандос қалғып мүлгіп сабақта әрең отыр. Арасында мызғып, ұйықтап алғанында бар. Оны байқаған мұғалім аяды ма, үндемеді. Әйтеуір сабақ бітіп далаға шықты. Ұялы телефонның ақшасы да пәтер дегені қала шетіндегі времянканың бір бөлмесі. Бір жақсысы ауылдағыдай кем көмір алып, пеш жақпайды. Бір бөлмеде қысылып-пысып 3 бала тұрады. Біреуі Жандостың өзі болса, екеуі ауылдастары. Бірге пәтер ақысын төлейтін болған соң шыдап жүр. Самат пен Дәурен бұдан бірнеше жас үлкен. Ауылда жұмыс болмаған соң қалада. Екеуі үлкендігін көрсетіп Жандосты жұмсайтындары бар. Онысы соңғы кездері Жандосқа ұнамайды. Өзі де жұмыс істеп шаршап жүргеннен ба, жоқ екеуінің қылықтары ұнамайды ма солай. Бірыңғайын тауып, өзі жеке кетуді де жоспарлап жүр. Аулаға кіргені сол еді. Көрші әйел: "Жандос, саған қонақ келді. Далада жаурап қалмасын деп бөлмеңе кіргіздім." Ол кім болды екен деген оймен ішке кірсе әпкесі отыр. Әпкесі дегенде нағашы әпкесі. Жандостан 3-4 жас үлкендігі бар. Қалаға арасында жұмыстарымен келіп тұрады. "Жадыра, қайдан жүрсің?" "Қалайсың, Жандос? Саған келдім. Екеуміз ауылға бірге қайтамыз." "Жайшама, не болды?" "Бекем бол жаным, әкеңнен айырылып қалдық" дегенде аяғының астындағы жер кетіп бара жатқандай болды. Әкесінің ауырып жатқанына 2 жыл болып қалған. Жамандыққа қимайтын әкесін осылай кетіп қалады деп ойламаған. Соңғы рет көргенінде: "Сабағыңнан қалма балам, өзім оқи алмадым. Біздің үйден де бір оқыған адам шықсын. Ауылда сен істейтін жұмыс жоқ. Оқысаң сол Алматыдан бір орын тауып қаларсың" деп қимай қоштасып еді. Енді міне хабар келіп тұр. Ауылға қайтып әкесін шығарып салып, анасының қасында біраз болды. Алматыға қайтып келгенінде сабағы басталып кеткен. Біраз кітапхананы шарлап оқуына тура келді. Пәтеріне келгенде Самат пен Дәурен келіп қалған екен. "Жандос, жұмыс істеп жүр едің ғой, істейсің бе?" "Түнгі жұмыс болмаса болады. Қашан істеймін десең де өзің білесің." "Қандай жұмыс ол?" "Мына барахолкада арт жағында бір қойма бар екен. Сол жерде қытайлар тұрады. Велосипед сататындар. Барасында велосипедті құрастырасың." "Білмесем қалай құрастырамын?" "Түк қиындығы жоқ, үйреніп аласың. Алдап кетпейді ме?" "Жоға, алдамайды. Олармен қалай сөйлесемін?" "Уайымдамасаңшы, ертең көресің" деді. Ертеңінде Саматпен барахолкаға барады. Саматтың өзі де осы төңіректі шарлап жүрген біреу. Өмірі бір жерде тұрақты жұмыс істемейді. Онамаса қайдан табатыны белгісіз, барахолкадан өзіне жұмыс табыла кетеді. Бір кездері тачка сүйреп жүрсе де, енді бір кездері камаздардан жүк түсіріп жүреді. Жандосты ертіп барахолкадан алыс емес бір қоймаға келеді. Бойы бұртиған, түрі қара қысық көзді, Қытайды көремін ғой деп келген Жандостың алдынан қазақтың әйелі шықты. Жасы 25-терден асқан, тыртиып киген лосина, қолында темекі. "Майра, міне кеше айтқан бала" деп Жандосты нұсқады. "Болады" дегенде бір қарады да: "Бері жүр, мына велосипедтерді құрастыру керек. Күніне қанша құрастырсаң сонша, соған қарай ақшасын аласың. Міне саймандарың" деп бір шелек кілттерді ұстата салды. Қойманың іші лықа толы болып тұр. Оңарсаң бөлшектеген велосипедтер екен. Көбінесе балалардың балдырғаны. Отырып алып жұмысына кірісіп кетті. Алғашқыны қолы жүрмеді, үйренемін дегенше біраз уақытын жоғалтты. Келесі күндері қасына тағы 2 адам қосылды. Кеше Саматпен бірге қайтады. Қайтар жолда: "Майраның жұмысы жақсы екен, жалақысы жақсы шығар" деді. "Жақсы болмағанда ше, ана Қытайдың қатыны ғой" дегенде таңдана қарады. "Қойшы, Қытайға тиіп алған ба?" "Иә, бір баласы бар, бірге толмаған. Қазақ құрып қалғандай, ақшасы жақсы болып тұр ғой" деді мырс етіп күліп. "Қоймасы Қытайдікі демесең, жұмыс істеп жүргендердің барлығы Майрадан бастап қазақтар." Жандос түстен кейін келіп кеш қайтады. Ол келгенде әйтеуір кешегі құрастырған велосипедтер жоқ болады. Соған қарандағы машинаға тиеп алып кететін болар.
Кейде жаңадан товар келеді. Оны машинадан түсіріп қоймаға жинайды. Барлығына бас-көз болып жүрген Майра Қытайын әлі көрмеді. Кейбір кездері баласын коляскаға отырғызып алып келеді. Бұлардың қасында біраз жүретіні бар. Кейде қойманы жауып соңында қайтады. Баласын сүйрелеп, оған Қытай тілінде бірдеңкелерді айтып жатады. Бір күні Жандос, балаңа қазақ тілінде сөйлемейсің бе дейді. Әкесі рұқсат бермейді. Әкесі қасында тұрған жоқ қой қарап. Сонда да біліп қойса пәле. Қытай тілін қайдан үйреніп алғансың? Керек болса үйренеді екенсің. Қанша жыл болды Қытаймен жүргеніңе? Біраз болып қалды, 8 жылдай болып қалды. Өкінбейсің бе? Несіне өкінемін? Қарным тоқ, міне қалтам толған ақша деп қояды. Баласын қолына алып жатып сүйіп өліп жатыр. Көзі сығырайған баласы бажылдап жылағаннан басқа білмейді. Жандос қарап тұрып жаны ұстады. Мейлі ғой, жалақысын дұрыс төлесе болды. Сөйтіп жүргенде бір күні Қытайдың өзі келді, Майрамен бірге. Кәдімгідей Қытай базарда толып жүрген. Күнде көріп көз үйренгеннен бе онша таңғалмады. Бір байқағаны көңіл күйі онша емес, немесе Майраны жақтырмайды ма бірдеңке. Орыс тілінде бірдеңкелерді айтып жатыр. Майра қолындағы дәптеріне үңіліп алып, бірдеңкенің есебін беріп жатыр. Арасында қолын сермеп, ұрысып қояды. Тура бір Майраның байы емес, қожайыны сияқты. Көп жүрмей кетіп қалды. Не болса да табысты сауда екен. Құрастырған велосипедтерді барахолкаға тағы бір жерлерге әкетіп жатады. Үстіне тағы товарлар келіп жатады. Әйтеуір таусылмайтын дүние. Жандосқа ыңғайлысы сабақтан шығып келеді. Қараңғыда қайтады. Бір күні Майраның көңілсіз екенін байқады. Күндегідей көп сөйлемей, мазасы кетіп отырды. Осылай 2-3 күн жүрді. Тіпті көздері қызарып, жылағаны да көрініп тұр. Бірдеңе болды ма? Көңілсізсің ғой. Ой, мына сорлы Қытайға жыным ұстап жүр деді ызаланып. Ақша бермей қойды ма? Жоға, албасының қатыны бар екен. Қайда? Өзінің Қытайында да қызғанып жүрсің бе деп Жандос таңдана қарады. Қайдағы нен бар қызғанып? Онда неге жынданасың? Маған айтпағанына жыным ұстайды. Осы Қытайды қайдан таптың? Ең алғаш осы барахолкаға келгенде контейнерде бір қытайлар ерлі-зайыптыларға сатушы болып жұмыс істедім. Очки сататынбыз. Кейіннен балаларына нянька болдым. Пәтерінде бала бағатынмын. Соларға келіп жүретін достары. Көзіңді ашқаннан Қытайлармен бірге екенсің ғой деп еді. Майра жақтырмай қарады. Алматыда пәтер жалдап тұрасыңдар ма? Алматының қақ ортасына 2 бөлмелі пәтерде тұрамыз. Жағдайың жаман емес екен. Өзің қай жерден қызылсың? Балқаштан. Бауырларың бар ма? Қытаймен жүргеніңді білетін шығар. Бар, мен оларға керек емеспін. Керек болсам, осылай жүрмес едім ғой, деді. Бір уақыт Жандостың оған жаны ашығандай болды, бірақ артынан ойынан тез қайтты. Келесі күндері де Майра көңілсіз жүрді. Тіпті қабағы түсіп, жылаған анық көрініп тұр. Неге жыладың? Қытай еліне кетейін деп жатыр. Барса барсын, бала-шағасын сағынғанда дегенде Майра ала көзімен бір қарады. Қайтып келеді ме? Келеді ғой, саудасы жүріп жатыр. Тастайды дейсің бе? Онда неге жылап жүрсің? Әйелін алып келеді екен. Сен ше? Онымен бөлек тұратын болады. Қызғанып жүрсің бе? Қызғанбаймын. Баламды алып алатын сияқты. Әйелінің айтуы бойынша баланы өзіне алмақшы деді. Сорлы, сен керек болмай қалған екенсің ғой. Болмағансыңды жай пайдаланып келген деп Жандос ойланып тұрды. Оның ойын түсініп қойғандай Майра, мен сол пәтерде тұра беремін деді. Тоқал екенсің ғой дегенде ыршып түсті. Қайтып оған сөйлемей қойды. Еліне кеткен Қытай 4-5 айдан кейін келді. Бұл уақытта Жандос ауылына 2 рет барып келген. Өзімен бірге мектеп бітірген бөлесін қалаға алып келеді. Мақсаттың оқуға түсетін ойы да жоқ. Ауылда сенделіп босқа жүрген соң анасы Жандосқа лестіріп жібереді. Елдің баласы пысық, оқуға түсіп оқып жатыр. Оқуға түсе алмаса жұмыс істеп жүр. Бұл жатыр үйде түнде шығады көшеге. Өзіңмен бірге алып кетші, басында жұмыс тауып берсең болды. Кейін өзі реттеліп алады деп ілестіріп жіберген. Енді 4-еуі бір пәтерге сыймайтын болған соң, Мақсат екеуі сол тұстан басқа пәтерге шығып кетеді. Жұмыс табылғанша Мақсатты қасына қосып алады. Екеуі велосипед құрастырып, ақша тауып жүр. Мақсат Жандосқа қарағанда мінезі басқа. Қызуғанды, көп нәрсенің артын айлап жатпайтын. Алғаш жұмысқа шыққанында осы да жұмыс па, бір жақсы төлейтін жерге барайық та деген. Мен күндіз оқуда, басқа жерге мені алады ма? Бұл уақытша жұмыс. Өмір бақи осы жерге байланып қалмайтын шығармын дегенде, сонда да аз ақшасы деп тыпырлаған. Өзіне салса кетіп те қалар еді. Амалсыздан жүрген түрі. Бірдеңкесі болып қалар, басқа жұмыста іздей бер, табылып жатса ауысып кетесің деген соң амалсыздан жүреді. Соның өзінде де жарытып жұмыс істемейді. Бір күн барса, бір күн үйде. Не жұмыс іздеп те жатқан жоқ. Сылтауы көп болып шықты. Бұл күндері Майра көңілсіз. Үндемей келіп, үндемей кетеді.
Оның себебін түсінген жандос та көп қазбаламады. Майра сөзді өзі бастайды. Қытай ертең келеді, мына қойманы жаппақ ойы бар дейді. Бізге жұмыс жоқ десеңші, сендерді екінші қоймасына ауыстырады, екі қоймасын біріктіріп жатыр. Мұнда жұмыссыз қалған мен ғой деп күрсінді. Әйеліне тапсырады ма қойманы? Жоға, әйелі жұмыс істемей қалсын, маған сенбейтін сияқты. Сен не істейсің? Көремін не болатынын деп өзінше мұңая қалды. Балаң қайда? Баламды сол әйеліне берді албасты деп көзіне жас үйіріле қалды. Әйелін көрдің бе? Жоқ, маған көрсетпеді. Мүмкін әйелі жоқ шығар, көрдің ба? Бар, әйелінің жүрегін ауыртқысы келмейтін шығар, екеумізді таныстырмады деді. Біреудің қатынында не шаруасы бар, құрысын ары қазбалап сұрамадым. Мақсат сыртай байқап жүрген болса керек. Жандосқа Майра көңілсіз, қазақ құрып қалғандай Қытайға неге жабысып қалған дейді. Біреудің өмірін қайтесің, сонда да қазақтың қызы обал екен. Өзі таңдаған жол, оны біз өзгерте алмаймыз деді. Майра айтқандай Қытай келіп қоймадағы товарды түгендеп алды. Оны машинаға тиеп басқа қоймаға тасып алды. Екінші қоймаға шынымен де кеңірек екен. Ол жерде жүрген жұмысшылары да көп емес. Осында келгенде Қытайдың әйелін көреді. Дауысы жіңішке, сөйлегенде шәңкілдеп шығады. Жіңішке, бойы ала-салау екен. Майраның баласын коляскаға салып алған, сүйрелеп жүр. Қазақстанға бірінші рет келгені көрініп тұр. Әр нәрсеге таңғала бір қарайды. Бұл қоймадан Майраны кездестірмейді, бірақ қытайша сайрап сөйлеп жүрген Рүстем бар екен. Әйел болмағанына шүкір, әйтпесе оны да қатыны қылып алар еді бұл. Қытай деп Мақсат мысқылдап бір күліп алды. Кешке жұмыстан шыққан соң, сен үйге қайта бер, мен кешке барамын деп басқа жаққа кетіп қалады. Жұмыс істеп жүрген болар деп жандос та қазбаламайды. Өзіне салса, қазіргі жұмысы ыңғайлы. Таңертең сабағы түстен кейін осында. Тапқан ақшасы пәтер ақысы мен тамағына жетіп жүр. Артық қимылдап жұмыс тегісі де келмейді. Осылай күндер өтіп жатады. Bir кеште Мақсаттың Майрамен телефонмен сөйлесіп отырғанын байқап қалады. Майраны көрмегелі көп болды. Сен онымен неге сөйлесіп жүрсің? Жай болмайды ма? Арасында қал жағдайын сұрап тұрамын. Қал жағдайын сұрап тұратын туысқаның ба еді? Қойшы сен де деп еді. Әңгімені басқа жаққа бұрып жіберді. Жазғы сессияны бітіріп жандос ауылға кетеді. Бір-екі жазда ауылда боламын. Анама барып көмектесемін. Сен бармайсың ба дегенге Мақсат, мен ауылда ешкім күтіп отырған жоқ. Жұмысымды істеп жүре берейін деп қалада қалып қалады. Мақсаттың ауылға асықпайтын бұл жолы себебі бар. Майра Мақсаттың басын айналдырып алғалы қашан. Мына Қытайдың ақшасы көп. Мені соншама жыл жаным күнім деп алдап жүргеніне жыным ұстайды. Қатынын әкеліп алып енді керек болмай қалдым. Баламды да тартып алды деп ағыл-тегіл жылағанда Мақсаттың жаны ашып кетеді. Өзінше әкіреңдеп, ол Қытайдың көзін құрту керек, келіп алып тайраңдап жүруін қара дегенде, қол олай деме, өзіңе зияны тиіп кетеді. Оны ақылмен жеңу керек дейді. Сонда не істейсің? Білмеймін, ыңғайлы бір сәтті келу керек, соны пайдаланамыз деді. Оның біраз құжаттары менің қолымда, біраз ақшасы да бар. Соны алатындай жасау керек деп Мақсаттың басын айналдырып қояды. Құжат, ақша дегенде Мақсатта іштей арам ойларға келіп қалады. Күтейік деп асықпайды. Сенің мына жұмыстан кеткенің дұрыс шығар. Неге? Білмеймін мен. Бір жұмыста тындырғанда күдік туындамау керек. Мен жұмыссыз қаламын ба? Саған басқа жұмыс тауып беремін деп Мақсатты барахолкадан шығарып алады. Ол аздай пәтерін де ауыстырып жіберді. Жандос ауылдан қайтып келгенде Мақсатты таппай қалады. Қайдан жүрсің? Ертең жолығайық дейді. Келесі күні бірақ жарты ештеңе айтпайды. Сен әлі осы Майрамен бірге жүрсің бе? Онда тұрған не бер? Біреудің қатынында не шаруаң бар? Оның үстінен сенің қаншама жас үлкен. Есің дұрыс па? Сен не білесің, үндеме деді. Арада 2 ай өткенде Мақсат өзі хабарласады. Қытайда жұмыс істеп жүрсің бе? Енді басқа қайда барамын? Қытайдан кете берсең болады деді телефонның ар жағында ыржыңдап сөйлеп. Неге? Ол енді банкрот, саған төлейтін ақшасы жоқ. Неге олай дедің? Сен не бүлдірдің? Екеуміз жолығайық та барлығын айтарсың. Оған уақыт жоқ. Мен кетіп барамын. Қайда барасың? Майра қасыңда ма? Иә, біз біргеміз. Өзім хабарласамын деп телефон тұтқасын қоя салды. Келесі күні жандос жұмысқа барғанда Рүстем ғана бар екен. Қойманың жабылғанын, енді жұмыс бере алмайтынын айтады. Жұмыссыз қалған жандос пәтеріне қайтып келеді. Енді өзіне ыңғайлы жұмыс іздеу керек екені жанына батады.
Мақсаттың кешегі сөздері де мазасын алды. Қытайды банкрот болды дейтіндей бұл не бүлдірді? Мақсаттың нөмерін теріп қоңырау шалса, байланыс аясынан тыс жерде. Оның тұрып жатқан мекен жайында білмейді. Мақсаттың анасымен хабарласуға қорқады, босқа алаңдатпайын деп ойлайды. Тек бір апта өткен кезде ғана Мақсат өзі хабарласады. Түннің бір уағында соғылған қоңырау Жандосты шошытады. Жандос, келші, көмегің керек дейді. Не болды, айтсаңшы не болғанын? Келгенде айтам деп трубканың арғы жағында сыбырлап та қырылдап па әрең сөйлейді. Есі шыққан Жандос түн ішінде айтылған мекен жай бойынша таксилетіп келеді. Сыртқы есік ашылған. Бесіктен кіргеннен үйде бір төбелес күрестің болғаны көрініп тұр. Ішке кіргенде жерде Мақсат жатыр екен. Мақсат не болды деп басын көтерді. Есінен танып қалса керек. Көзін ашпады, тамыры соғып тұр. Денесін көтерген кезде қолы бір жып-жылы нәрсеге тиді. Қан екен, пышақтап кетіпті. Жедел жәрдем шақырады. Дәрігерлер келмей тұрып көзін ашқандай. Мақсат, мұны кіммін істеген дегенде, Қытай, Майра мені алдап кетті. Оны да өлтіреді деуге қайдадан талықсып кетті. Дәрігерлермен бірге Мақсат ауруханаға келеді. Бірден ота жасауға кіріседі. Есін жинау үшін Жандос далаға шығады. Темекісін тұтатып аспанға қарайды. Осы кезде бір жұлдыз ағып түскендей болады. Денесі суыққа тітіркеніп ішке кіреді. Кіргені сол еді, алдынан дәрігер шығып, құтқара алмадық, кеш әкелдің деді. Жандос екі құлағы шыңылдап ары қарай дәрігердің сөзін естімеді. Екі тізесі дірілдеп тұрған жерінде отыра кетті. Майраны көп іздеді, таппады. Бұл уақытта Қытай да алдын ала жақсы дайындалып алса керек. Бар жұмысын аяқтап, елден кетіп қалған. Өзі де әйелі де жоқ. Мақсаттың қазасы бойынша іс қозғалғанымен аяқсыз қалады. Күндердің бір күнінде сол базардан Рүстемді кездестіреді. Майраның телефон нөмерін сұрағанда, сен естімеп пе едің деді. Жоқ, не болып қалды? Майра ақылсыз екен. Қытайды тонаймын деп өзі ұсталып, Қытай аямады ғой. Ұрлаған ақшасы көп болса керек, өлтіріп кетті ғой деді. Я, жалғыз кетпей Мақсатты да алдап кетті емес пе? Мақсат дегенің сенің қасында жүрген бала ма? Оны білмейді екенмін. Баласы бар еді ғой, оны бірге алып кетіпті ме? Баласын Майра алып алған болса керек, бір жерге апарып тыққан ба? Қазір балалар үйінде деп естідім. Балаға онда обал болған екен. Несі обал, Қытайдың баласын аяйсың ба деді. Мейлі ғой, кімнің баласы болса да, жетім қалды деді Жандос. Майраға не ашуланарын, не жаны ашырын білмей белгісіз сезімде қалды. Жылдар өтіп, Жандос оқуын бітіреді, жұмысқа тұрып, үйленеді, балалы шағалы болады. Өткен күндер артта қалып, барлығы ұмытыла бастағанда, тек бір күні үйіне келгенде 5 жасар баласы алдынан жүгіріп шығады. Әке, қара, деп бір велосипедке отырып алған. Зуылдатып ары бері жүрді. Апама берді, күшті қоя деп қоңырауын сыңғырлатып баса түседі. Велосипедті көргенде сол бір жас кездеріндегі жұмысы, Қытайдың велосипеді, жұлдыз аққан түн есіне түседі. Жүрегі шым ете қалды. Сол бір басынан өткен оқиға, сол бір күндер ешқашан ұмытылмайтынын түсінді.